Өз заманда қаншама қазақ мына сетевой маркетинг деген дүниеге алданып, ақшасын салып, зарлап қалды да, мен ойлаймын да, біреуге алданғанша неге ағайын мына нөмірге жазып, біздің қажет бағдарламасынан акция, инвестиция деген дүниелерді үйреніп алмайсыздар. Ал білімді сіздерге анау мынау емес, сонау Америкада жүріп, американдықтарға, европалықтарға және қытайлықтарға акция, инвестиция дегеннің не екенін үйретіп жүрген Жалын деген қазақтың жігіті үйрететін болады да сіздерге. Енді қараңыздар, оларға әрине бәленбай $1000 сатады. Ал өзі жаны қазақ болғаннан кейін ол дүниені біздің қажет бағдарламасы арқылы өз қазағына небәрі 10.000 теңгеге беріп отыр. Ағайын, кім көрінгенге қашанғы жем болып жүресіздер, кім көрінгенге қашанғы ақша беріп алданып жүресіздер. Одан да мына нөмірге жазыңыздар, біздің қажет бағдарламасын үйреніп алыңыздар, біліңіздер, және кішкене болса да әйтеуір бір кішігірім бір ақша табуға тырысайық та достар. Әрине барлығымызда Аллаға мыңда бір шүкір, жаңағы айлығымыз бар, жан жақтан түсетін ақша бар, анау қарыз бар деген сияқты. Бірақ бұл да сіздерге бөлек нәрсе емес қой, бөтен нәрсе емес қой, дұрыс па? Қалтаңызды тесіп бара жатқан жоқ қой, бір жердің акциясын сатып алып, одан қомақты қаржы түсіп отса, я. Сондықтан ағайын, барлықтарыңызда мына нөмір арқылы қажетті күтеміз. Аман болайық, бар болайық.